саламатсыз студенттер. Отырыңыздар. Бірінші сабағымызда бастамастан бұрын бүгінгі сабақта кім бар, кім жоқ екенін түгендей алайық. Нархан, бүгінгі сабақта кімдер жоқ? Бүгінгі сабақта бәрі түгел. Олай болатын болса отырыңыз. Біздер алдыңғы сабақта балалар қандай тақырып өткен болатынбыз? Кім айтады? Айбол. Біз алдыңғы сабақта моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алу туралы өттік. Отыра қойыңыз. Олай болатын болса балалар үй тапсырмасына қандай дайындықпен келгендеріңді білу мақсатында 3 топқа 3 тапсырма береміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ деп 3 топқа бөліп қойып отырмын. Бірінші топқа берілетін тапсырма. Сіздерге мына тапсырманы беремін. Төмендегі берілген мәтінді зерделеп оқи отырып, өздеріңізге берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Сіздерге берілетін уақыт 3 минут. Екінші топқа басқа тапсырма беріледі. Төмендегі ұғымдарды сипаттамасымен сәйкестендіріп, сызып көрсету. Үшінші топқа кестеде берілген тарихи тұлғаларды кім айтқан және қандай оқиғаларға байланысты айтылғанын айтып берулеріңіз керек. Уақыт кетті, барлығыңызға берілетін уақыт 3 минут. Балалар, бағанағы мен берген тапсырмаларға қай топ дайын? Дайын топ қолдарыңызды көтеруге болады. Барлығыңыз дайын болсаңыздар, бірінші топтан бастайық. Бірінші топтан кім жауап береді? Макар. Тақпаға келе қойыңыз. Бірінші тапсырма: төменде берілген мәтінді зерделеп келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: Шыңғыс ханның мемлекеті қандай әскери округтерге бөлінді? Шыңғыс ханның мемлекеті 3 әскери округтерге бөлінді. Біріншісі оң қанат, екіншісі орталық қанат, үшіншісі сол қанат. Екінші сұрақ: мемлекеттің барлық аумағы қанша түменнен құралды? Мемлекеттің барлық аумағы 95 түменнен құралды. Үшінші сұрақ: мемлекеттің басты заңы қалай аталады? Мемлекеттің басты заңы жасақ деп аталады. Төртінші сұрақ: Шыңғыс хан жаулап алған қазақ жеріндегі қалаларды картадан көрсету. Шыңғыс хан Қытай жерлерді басып алған. Отыра қойыңыз. Екінші топ бойынша өздеріне берілген сұраққа қай оқушы жауап береді? Екінші топта дайындалған оқушылар бар ма? Ең бірінші топ бойынша берілген тапсырманы орындап, оны көрсететін оқушы бар ма? Айбол, Шағыл. Екінші тапсырма: төмендегі ұғымдарды сипаттамасымен сәйкестендіріңіз. Құрылтай — ол ақсүйектер мен халықтың маңызды мәселелерді талқылау үшін өткізілетін кеңесі. Екінші, ноян. Ноян дегеніміз орта ғасырлардағы моңғол қоғамындағы әскер басшылар. Жансыз деп тыныштықпен айналысып, маңызды мәліметтерді жеткізетін адамдар. Соңғы, кешікпен. Ол Шыңғыс ханды қорғайтын жеке әскер. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Олай болатын болса, үшінші топ өздеріңізге берілген тапсырма бойынша кім айта алады? Бекзат, шыға қойыңыз. Кестеде берілген тарихи тұлғаларды сөздерімен сәйкестендіріңіз. Цитаталармен байланысты саяси оқиғаны толтырыңыз. Ұрыс хан: мен әлемді жаулап алмағанда олар бізге қылыш көтерер еді. Ол алтын ордада болған оқиға. Өзбек хан: ақ орданың тәуелсіздігіне мен алғаш қол жеткіздім. Ислам дінінің алдарында. Тоқтамыз: біз мемлекетімізді нығайту үшін ислам дінін нығайттық. Ислам дінінің алдарында. Әмір Темір болмағанда Мәскеу біздің астанамыз болар еді. Ақ ордада. Балалар, сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздерге 3 топқа тағы да 3 түрлі тапсырма беріледі. Бірінші топқа, екінші топқа, үшінші топқа. Тағы да сіздерге берілетін уақыт 3 минут. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін сіздерден сабақ сұрауды әрмен қарай жалғастырамыз. Балалар, келесі тапсырманы орындаған топтар бар ма? Қолдарыңызды көтере қойсаңыздар. Барлығыңызға орындап отырмыз ба? Олай болса бірінші топтан бастайық. Алмас. Моңғол империясының жаулап алу жорықтарының тарихи жылдары қандай оқиғаларға байланысты болғанын анықтау керек.
1218 жылы жетісу жерін жаулап алды. Ал 1220 жылы сыр бойындағы қалаларды жаулап алды. 1224 жылы Орта Азия мен Қазақстан жерін жаулап алды. Ал Отырар апаты туралы сипаттайды. Отырар апатында Шыңғыс хан керуендерді жіберіп, Бірінші топтан қосымша айтатын бар ма? Отырар апаты туралы толықтыратын студенттер бар ма? Қайсымыз айтамыз? Бірінші топ студенттер айта алмаса, Отырар апаты туралы қосып айтатын студенттер бар ма? Отырғандардың ішінде. Қайсымыз қосып айта аламыз балалар? Отырар апаты дегеніміз не? Отырар апаты деп неге аталды? Кім айтады? Айгүл? Отырар апаты деп Шыңғыс хан жіберген керуенді Қайыр хан оларды басып алу үшін жіберген біліп, оларды тұтқындап өлтіреді. Бұған ашуланған Шыңғыс хан өзінің ұлын Отырарды басып алуға соғысқа жібереді. Дұрыс. Өздеріне берген тапсырманы қай студентші орындайды? Дархан? Жазып көрсете қойыңыз, балдар бәрін біліп отырсыңыз. Шыңғыс хан 1217 жылы Жетісудан иеліктерге басып алуға аттандырған. Оның шығысы жошы Жебен ойын. Сосын Шегатай. Содан кейін Үгедей. Отырар апаты деген Жошының Отырарды басып алу. Жебен оян Шыңғыс ханның бұйрығы бойынша Отырарға кетті. Шағатай Қытайдан Отырарға шабуыл жасады. Үгедейде Шағатай сияқты Қытайдан отырды. Балалар, бағанағы берілген тапсырма бойынша Моғолстанның қоғамдық құрылысын кім сызып көрсете алады? Қай топ орындады? Әлихан ең бірінші қол көтерген Әлиханнан сұрап қоямын. Әлихан сызып атқан нәрсеңді түсіндіріп, айтып сызсаң. Ең біріншісі төмен басы, екіншісі оның әскері. Әлиханның жіберіп атқан қателіктері бар. Мұқияттап қарап, қайсы қателігімен жұмыс жасаймыз. Мұқият тақта қараймыз. Әлиханның айтқан, жіберіп атқан нәрселердің қателіктері бар. Ол айтты, бірінші төмен басы, екінші оның әскері. Қандай қателік бар, ойланып отырыңызды сұраймын. Өздеріңіздің алдарыңызда сызған жұмыстарыңызбен бірге Әлиханның сызып атқан тақтаға сызбасын тексеріп отырыңыздар. Сосын кеткен қателіктерін барлығымыз бірлесіп отырып табамыз. Болдыңыз ба? Олай болатын болса, қандай қателіктер бар? Бірінші өзіміз таба аламыз ба, балалар? Қандай қателіктер бар? Кім тауып отыр? Төмен басы деген түсіндіргенде, яғни екінші төмен басына оның әскері бар. Иә, оның әскерді басқарған басшыны не қылып атайды балалар? Төмен басы деп атаймыз сосын. Мың әскерді басқарғанды мың басы деп атаймыз. 10 әскерді басқарғанды 10 басы дейміз, 100 әскерді басқарғанды 100 басы дейміз. Қателігі сол. Тағы да Әлиханның жетпей қалған жерлері бар ма? Моңғолдардың әскери 3 топқа бөлді. Иә, мына жерде Әлихан көрсету керек еді, мана моңғолдардың әскерлері неше топқа бөлінген балалар? 3 топқа бөлінген. Қандай деп айттық бізде? Оң қанат, сол қанат, сосын орталық қанат деген болатынбыз. Балалар, назарыңызды тақтаға аударамыз. Мына суретте кімнің портреті бейнеленген? Шыңғыс ханның. Олай болатын болса, Шыңғыс хан туралы барлығымыз бір ауыз сөзбенен айтып шықсақ. Қай топтан бастаймыз? Айта қойыңыз. Шыңғыс ханның әкесі 9 жасында татарлар қолынан қаза тапты. Дұрыс. Тағы қосымша қосатынымыз бар ма? Әділет?
Шыңғыс хан Моңғолияның Кендіртау аймағында Анон өзенінің жағасында болған деген жерде Қайтыс болды ма балалар? Қандай қателер бар? Туылды. Тағы кімдер? Айбол? Моңғолдардың көбі найзағайда болатын болады. Тек Шыңғыс хан ғана найзағайда болған. Тағы да Шыңғыс хан туралы Владимир? Шын есімі Теміржан Есаудиұлы. Тағы кімде қандай мәлімет бар? Айта ойыншы. Шыңғыс хан күшіктен қорыққан. Дұрыс, бір айта ойыншы. Қазіргі уақытта 20 миллион астам ақпарат бар. Қазіргі уақытта. Тағы да Шыңғыс хан туралы білетін деректеріміз бар ма? Кімде қандай дерек бар? Дархан? Қазіргі уақытта Шыңғыс хан қай жерде жатқан ешкім білмейміз, бірақ ол жатқан жері бір тұттай ұзын талдысың ертең көмілгенде естілген. Деректер бар. Жасұлан? Шыңғыс хан 40 миллиондай адамдарды өлтірген деген мағлұмат бар. Тағы не айта аламыз? Шыңғыс ханның жаулап алуына байланысты, қалаларды жаулап алуына байланысты айтылған деректер бар ғой. Не себепті? Басты нәрсені айтпай тұрсыздар. Бұның сіздер бана сабақтың басында айтып кеттіңіздер. Бұның есімі Теміржан болған дедіңіздер. Олай болатын болса, не себепті бұл Шыңғыс хан деп аталған? Осы туралы мағлұмат білетіндеріңіз бар ма? Шыңғыс хан деп моңғолша ол жеңіс деген мағынаны білдірген. Ол әр шайқаста жеңіп шыққандықтан сөйтіп Шыңғыс хан деп ат қойған. Қай жеріне қателесіп кетті? Кім деп жібереді? Айбол қателесіп кетті ол. Керей ханы торы Шыңғыс хан сайланғанда оған тілек айтқанда моңғолдарды жеңіске жеткізетін Жеңіс хан болсын деп айтқан. Жеңіс хан моңғолша Шыңғыс деп оқылады. Шыңғыс хан деген мағынаны білдірген. Дұрыс қой. Енді осы Шыңғыс ханның қаланың жаулап алуы, Бұхар қаласын жаулап алуы туралы, оның қатыгездігі туралы қандай деректер айтқан болатынбыз? Шыңғыс ханның осы жерде балалар қатыгездігін неден көреміз? Біз алдыңғы сабақта бейнефильм көрсеткен болатынбыз. Бекзат? Оның қаталдығының себебі өз бауыры бірге бөліспеген үшін. Жейтін тамақты бірге бөліспеген үшін не істетеді? Өлтіріп тастады деген болатынбыз. Бұдан басқа Бұхар қаласын жаулап алу туралы қандай мағлұматтар білеміз? Бұхар қаласын жаулап алу туралы. Айбол? Бұхар қаласына шабуыл жасағанда олар Шыңғыс ханға ақсақалдарды жіберіп, мешіттерді қиратпаңдар, кітаптарды өзенге ағызып жіберіңдер, адамдарды қылышпен кеспеңдер дейді. Шыңғыс хан оны орындап, бірақ адамдарды тірілей көмеді, мешіттерді өртейді, кітаптарды өзенге ағызып жібереді деген деректер бар екен. Олай болса, Шыңғыс хан туралы сіздердің көптеген мәліметтеріңізді, білетінімізді көз жеткіздік. Енді сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сабағымыздың соңында 3 бойға 3 тапсырма беремін. Бұл 3 тапсырмада бүгінгі сабақта нені білгім келді деп ойлап келдіңіздер, нені білгілеріңіз келді, нені білдіңіздер, бір-екі ауыз сөзбен түйіндейсіздер. Сіздің топ нені білемін деген сұраққа жауап береді, ал үшінші топ болса да бүгінгі ойларыңызды түйіндесеңіздер. Кім айта алады? Бүгінгі сабақта нені білдіңіз? Кім айта алады? Бір сөзбенен, бір топтан бір студент. Әділет? Бүгінгі сабақта моңғол империясының Қазақстан жерін басып алған жылдарын білдіңіз. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Нені білдіңіз бүгінгі сабақта? Бекзат? Осы сабақта мен дейтін Шыңғыс хан 20 миллион астам ақпарат бар екенін. Бар екен білдіңіз. Екінші топ сізде. Айта отырсыз. Шыңғыс ханның қыздан шығарған Жасақ деген әйел алған білдіңіз. Тағы қосатыңыз бар ма? Шыңғыс хан отырарға кімдерді жерген және қай уақытта жерген? Шыңғыс ханның қай жерде жерленгенін білгендер. Басқа хандарға қарап, басқа хандар сүйіктерін қорлап жатқанын көрген оқыған сосын, ол өзінің болашақтағы сүйегін қорланбасын деп өзінің. Мен сіздерге бүгінгі үй тапсырмасы бойынша өздеріңізге бағалау тапсырмасын берген болатын. Олай болатын болса, бірінші топтың студенттерінің бағаға өздеріне берілген тапсырмаға сұраққа жауап бергендер қалай бағалар едіңіз? Сіздер айтасыздар. Айта беріңіз. Олай бір сұраққа жауап бере алмаған қанша қойып. Екінші топтың ұпайын қалай бағалаған болар едіңіздер? Екінші тапсырмада олар барлық сұрақтарға жауап берді, сондықтан біз 8 ұпай қоямыз. Так, үшінші топ қандай бағалайсыздар? Екінші топ, үшінші топтың балдарын бағаларын. Тарихи тұлғаны оқиғалармен байланыстыру деген. Олар барлығын түгел айтты.
және біз оларға үш ұпай деген баға береміз. Енді барлығыңызға төртінші тапсырма бойынша әрбір топқа бір-бірден тапсырма берген болатынмын. Үшінші топ, бірінші тапсырма, бірінші бой түгелдей орындады ма өздеріне берген тапсырманы? Орындады. Неше ұпай бересіздер? 3 ұпай бересіздер. Бірінші топ, екінші бой өздеріне берген тапсырманы орындады ма? Орындады. Неше ұпай бересіздер? 3 ұпай бересіздер. Ең соңғы сіздер бұлар орындады ма өздеріне берген тапсырманы? орындады. Неше ұпай бересіздер? 3 ұпай бересіздер. Диаграмманы құру, қоғамдық құрылысын көрсетуде. 2 ұпай береміз. Неге? Не себепті 2 ұпай бересіз? Соңғы тапсырманы орындады. Соңғы тапсырманы орындаған жоқ және оларда қателіктер болды. Олай болатын болса, бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабаққа қатысқан балдарға өте жоғары деңгейде деген пайдалы келгенсіздер. Мен де сіздердің бір-біріңізді бағалау критерияларыңызбен келісемін. Осыменен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.